Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ет қосылған, майда пісірілетін, бәліштің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ел арасында беляши по-татарски деп те жатады. Дәмі керемет, гүл тәріздес. Осындай беляшиді сізде үйде жасағыңыз келсе, онда видеоны соңына дейін көріңіздер. Видео көңілдеріңізден шығып жатса, лайк, комментарий қалдырыңыз. Тіркелмегендеріңіз болса, қоңырау шанына басып, тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Бәлішіміздің қамырынан бастаймыз. Ол үшін құрғақ ыдысқа бір түйір жұмыртқаны жарып саламыз. Тозымызды, қантымызды, аштығымызды салып, араластырамыз венчикпенен. Енді осының үстіне жылы суымызға жылы сүтімізді құйып, ұнымызды біртіндеп салып отырып, елеуіштен өткізіп, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Неке осындай жұмсақ қамыр илеп алдық. Енді қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілімдегенге шейін ортасына салатын салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін пиязымызды майдалап тұрып, тұз бұрышын салып, араластырып қоямыз. Мінекей қамырымыз көтерілді, екінші мәрте көтерілуі, алдында бір рет көтерілгенде қайтарып илеп қойғамын. Енді қамырымызды қолменен үзіп алып, домалақ шар формасына келтіріп домалақтап аламын. Домалақтап алған күлшемізді оқтаудың көмегімен өте жұқа етіп жаймай, бір қалыпты етіп жайып аламыз. Қамырларымыздың бәрін күлшелеп жайып алдық. Енді жайып алған күлшеміздің ортасына салмасын салып, екі қолымыздың саусақтарын ұшыменен бүріп жинап отырып, гүл формасына келтіріп, формалап аламыз. Мынандай форма шығады. Бәрін осылай етіп формалап аламыз. Формалап болғаннан кейін бетін жұқа матамен жауып, 10 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Табамызға майымызды құйып, қыздырып қоюды ұмытпаймыз. Қызып тұрған майға бәліштерімізді ашылып кетпес үшін бүрген бетімен саламыз. Сол беті біткен кезде аударып, қасықпенен ортасындағы тесігінен майды құйып отырып, екі жағын бірдей пісіріп аламыз. Мінекей іші сырты бірдей піскен дәмді бәліштеріміз дайын болды. Дәмі сондай керемет болып шықты. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Сіздер де үйде осылай етіп дайындаңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Сау болыңыздар.